құрметті Әділқазы алқалары және әріптестерім. Көздеріңізді 10 секундқа жұмсаңыздар. Жақсы, рахмет. Бұл не дұрыс болды? Су. Жақсы, дұрыс айтасыздар. Ал трассалар үшін судың маңызы неде деп ойлайсыздар? Тіршілік көзі. Дұрыс айтасыздар, әріптестер. Су тіршілік негізі болып табылады. Су болмаса, барлық ағзаларда тіршілік процесі тоқтайды. Мен де сол секілді өз таныстыруымды биология пәнінің мұғалімі ретінде судың негізгі қасиеттерін теңестіре отырып демонстрациялап келеді. Сіздер білесіздер, табиғатта су үш күйде кездеседі, иә? Енді мен қатты күйін мұз деп алдым. Мұзды алғашқы ұстаздық жолындағы кедергілердің бірі деп алғым келеді. Неге? Өйткені оқушыларының олимпиада, ғылыми жұмыстарына жетістікке жете алмау, нәтиже көрсете алмау деп алғым келеді. Қарап тұрғандарыңыздай, мұздың беті жылты, әрі жұмсақ болып көрінгенмен іші қатты. Сол секілді, оқушының да жұмысы жеңіл, әрі оңай болып көрінуі мүмкін, бірақ оның артында үздіксіз жасалған қажымас еңбек жатыр. Қыста судың мұзы қалыңдаса да, ағысы тоқтамайды. Осы кезде мен мына нәрсені түсіндім. Мақсатқа жету үшін бір күн емес, үздіксіз жүйелі жұмыс істеу қажеттігін. Осы орайда мен өзімнің пәніме қызығушылығы бар оқушыларды биология пәнінің негізгі бөлімдерін қамтитын жоспар құра отырып жұмыс істедім. Соның нәтижесінде мен қала, облыс, республика көлемінде пән олимпиадаларда жүлделі орындарды иелендім. Атап айтатын болсам, президенттік олимпиададан бірінші орын, ауыл олимпиадасының қалалық кезеңінен бірінші орын, облыс кезеңінен үшінші орынды иеленген болатынбыз. Су өзгерістен қорықпайды. Ол бу болып аспанға ұшады, бұлт болып қайта өшеді, жаңбыр болып, қар болып қайта жауады. Сол секілді мен де алғашқы ұстаздық жолында әртүрлі өзгерістерге кезіктім. Өзгерістерге ұшырай отырып, мен өз тәжірибелеріме өзгерістер енгіздім. Яғни қала, облыс көлемінде іс тәжірибелерін бөлісе отырып, мен өз тәжірибелерімді өзгерттім. Соның бірі алдарыңызда қала, облыс көлеміндегі және Кербұлақ ауданы Малайсары орта мектебінде модификациялық кабинет бойынша іс тәжірибелер бөлістім. Сонымен қатар, жұмысымның алғашқы кезінде пәнге байланысты дебат өткізу мен үшін, оқушылар үшін өте қызықты әрі тиімді болады. Соның нәтижесінде ол мектепшілік жобаға айналды. Жобаның жетістіктеріне қысқаша түрде тоқталып өтсек, 3 жыл қатарынан қала көлемінде бірінші орын, облыс көлемінде бірінші орын және республикадан екінші орынды. Және де 300 мың ақшалай сыйлық 100% грант иегері атанған болатынбыз. Менің спикерім Қажымәлік Лина Жетісу облысының үздік спикері атанып, қазіргі таңда өз университетінде дебат қозғалысын жалғастыруда. Суды қандай ыдысқа құйсақ та, сол ыдыстың формасына ыңғайланып, өз негізгі қасиетін өзгертпестен сол ыдыстың формасына ыңғайланады. Сол секілді мен де әртүрлі заманауи ағымдарға ыңғайланып, қазіргі оқушылармен бірге дамып келемін. Қазіргі альфа-буының парадигмасына инновациялық STEM технологияларын қолданудамын. STEM білім беру тек білімді меңгеру ғана емес, оны бағалай алу, талдай алу, анализ, синтез және функционалдық сауаттылықтан қалыптастырды. Өздеріңіз білетін шығарсыздар, күні кеше ғана Ғани Бейсенбаев өз сөзінде былай деген болатын. Біздің елімізге сапалы білім, саналы тәрбие беретін, білікті де білімді ұстаз қажет. Ал білім мен біліктілік жетістікке жетелейді. Су тама берсе тас теседі.
мен де өзімнің үздіксіз аз жасалған әрекетіммен жетістіктерге жете бердім. Сөзімді қорытындылай келе, мен неге таныстыруды сумен байланыстырдым? Су бар жерде тіршілік бар, білікті ұстаз бар жерде болашақ бар. Су әртүрлі күйге түссе де өзінің негізін жоғалтқан жоқ. Сол секілді, мұғалімде қандай бағытта жұмыс атқармасын, оның басты мақсаты білім беру. Сөзімнің соңында судай бол, өзгерістерге бейім, бірақ өзіңнің негізіңді жоғалтпа дегім келеді. Назарларыңызға рахмет. Сізге де рахмет. Келесі болып